Ертеде әдемі атты ханшайым болыпты. Ол үлкен сарайда жалғыз өзі өмір сүріпті. Жалғыздықтан шаршап, не істерін білмей жүреді. Бір күні ханшайымның бөлмесіне байқамай бір қызметші қыз кіріп кетеді. Қыз қатты қорқып қалады. Себебі ел ішінде ханшайым өте жауыз, ешкімді ұнатпайды. Сол үшін жалғыз тұрады деген өсек тараған екен. Қызметші енді жұмысымнан айырылдым деп ойлап тұрғанда, ханшайым оған жақындап, жаймен ғана сөз бастайды. Екеуі сөйлесе келе, бір-бірінің жағдайын түсінеді. Ханшайым жалғыз екенін айтады, ал қызметші қыздың отбасы үлкен, бауырлары көп екен. Сол күннен бастап қызметші сарайға жиі келетін болады. Екеуі бірге ән айтып, сарай ішінде жүгіріп, көңілді уақыт өткізеді. Көп ұзамай олар жақын құрбыға айналады. Бір күні ханшайым қызметші қызды сарайдағы үлкен кітапханаға ертіп барады. Кітап өте көп еді. Ханшайым қуанып сүйікті кітабын алып оқи бастайды. Ал қызметші қыз үнсіз ғана сыртынан қарап тұрады. Мұны байқаған ханшайым жымиып, қалаған кітабыңды саған сыйлаймын дейді. Сонда қызметші қыз мұңайып, мен оқи алмаймын. Жастайымнан жұмыс істеп, мектепке баруға мүмкіндігім болмады дейді. Ханшайым өзін ыңғайсыз сезініп қалады да, онда мен саған үйретемін дейді. Содан бастап олар күн сайын кітапханаға барып, бірге оқып, жаза бастайды. Ханшайым құрбысына әріптерді, сөздерді үйретеді. Арада 2 апта өткенде қызметші қыз оқу мен жазуды меңгеріп алады. Халықты ханшайым туралы жаман әңгімелерді ұмытып, оның шын мәнінде мейірімді екенін түсінеді. Ал ханшайым мен қызметші қыз тек дос қана емес, ел басқаруда бір-біріне сенетін ақылды сырласқа айналады.